Сәлеметсіз бе, қымбатты оқушылар. Алдындағы бөлімдерде біз электр зарядтарымен ол қайдан алынады, ә, сосын қандай құрылыстары болады, жаңағы электр өрісімен таныстық. Қайтадан естеріңізге түсірейін, жаңағы электр өрісіне біз сымды алып келсек, онда оның екі арасындағы мына плюс пен минус деген кернеу болады, кернеу шығады. Неге десеңіз, электр өрісінің әрбір нүктесінде өзінің потенциалы бар. Сонда жоғары потенциалды біз плюс дейміз, төменгі потенциалды минус дейміз. Сосын біз былай келістік, жаңағы сымдардың көбісі, өткізгіштің көбісі бәрі металдан жасалған. Олай болса, ішіндегі молекулалар, атомдар, зарядтары жоқ. Жаңа иондар, жаңағы оң зарядталған иондар, минус зарядталған иондар орнынан құрылмайды. Неге десеңіз, олардың құрылымы кристаллық решеткасы. Сонымен ішіндегі жүретін ғана электр өріс жасайтын ғана алған тек қана бос электрондар. Ол бос электрондардың жүрісін мінекей төменгі потенциалда бастап жоғары потенциалға баратын электрондардың ағымы біз электр ток құбылысы деп айтамыз. Сонымен олай болса, жаңағы біз былай да келістік, сосын анау токтың бағыты біз электротехникада былай келістік, ол 10 зарядты 10-нан теріске ғана барады. Сонымен жоғары потенциалдан төменгі потенциалға баратын болады. Олай болса, бұл жолда электрондар жаңағы атомдар, молекулалармен, сосын иондармен кездеседі. Кездескенде бір-біреуіне соғылып, одан біраз энергия шығады. Олай болса, осы бөлшектермен электрон соғылғанда токтың біраз энергиясы жылу болып шығады да өткізгіштің ішінде таратылады, оны қыздырып. Олай болса, өткізгіш өтетін токқа электр кедергісін, қарсылықты жасайды. Егер токтың күші бірдей болса, ең қатты қызған өткізгіштің кедергісі оны R деп атаймыз, сонымен онмен өлшейтін жоғары болады. Өткізгіштің екі шетіндегі арасындағы кернеу 1 вольт кезінде токтың күші 1 ампер болса, кедергісі омға тең. 1 ом тең 1 вольт бөлінген 1 амперге. Егер мысалы кернеуі 10 вольт болса, токтың күші 2 ампер болса, онда кедергісі 10-ды 2-ке бөлеміз, онда 5 ампер болып шығады. Кедергінің кері шамасын электр өткізгіштік Ж деп атайды, оны симеспен өлшейді, сонымен деп атайды, өткізгіштік деп атайды. Ж тең 1 R-ге бөлінген. Мысалы, R жаңағыдай 5 ом болып болса, онда Ж 0,2 симес болып шығады. Кедергіні өткізгіштігі сол басын салғанда мемлекеттік стандарт бойынша тік бұрышпен көрсетеді. Мінекей мен сіздерге оны көрсетейін. Мынау тік бұрыш, оның ұзындығы 10 мм немесе 1 см. Мынаның арасы 4 мм. Оны мысалы клеткалық тетрадқа салғанда, бұның ұзындығы 2 клетка, арасы бірақ 1 клеткаға 1 мм жетіспейді. Сонымен жаңағы анау плюс-минустерді біз мында көрсеттік. Ал егер оның арасындағы болатын кернеуді мынадай бағытымен көрсеттік, ол плюс пен минуске кейін, сосын жаңағы тогымыз қайтадан оның күші И көрсетілген. И оның бағыты плюстен минуске қарай, жоғары потенциалдан төмен потенциалға өтетін тогымыз. Мұндай тік бұрышты
регистр деп ал айнымалы ток болса, айнымалы ток тізбекте активті кедергі деп атайды. Сонымен кедергінің көбісін, бәрісін біз осындай тік бұрышпен сұлбаларда көрсететін боламыз. Ал енді электр тізбектерде басқа элементтері бар. Сонымен келесі бөлімде біз сондай енді бір сондай элементпен танысамыз. Сонымен бүгінгі қазіргі бөлімді осымен аяқтаймыз. Қош, сау, сәлемет болыңыздар.